Бару жасақ орауда басқа қақпалар ашылып жатыр. Кеттік, Микаса, батырларды көріп қайтамыз. Егер барлаушылардың жұмысы жалғаспаса, олардың құрбан болған өмірлері зая болған емес пе? Мен сені тастамаймын, сені шығарып аламыз. Ей, Ғаныс, не істеп жатсың? Сен немене? Әлі ұйқыдан тұра алмай жатсың ба? Егер көз жасыңды тыя алмасаң, неге екеннен көмек сұрап көрмейсің? Эрен, мен сенің барлау жасағына кіргеніңді құптамайым. Эрен барлау жасағына қосылғысы келеді. Сенің құпиянды сақтауға уәде берген жоқпын. Менің айтып тұрғанымның ақиқат екендігі айдан анық. Ал сендердің білетіндерің тек жұдырықтасу ғана. Бір ғасыр бойы құламаған қамал болса да, оның бүгін апат болмайтынына ешкім кепіл емес. Бірақ дуал сонша биік емес пе? Грекер, титандар қалаға кірді! Тыңдаңдар! Қабырғалар жаратушының мейірімінен біткен құдірет. Бұл Құдайдың бар екендігінің дәлелі. Егер халық шабуылға дайын тұрған сарбаздарды көрсе, үрейге беріледі. Дұрыс айтасың, ол екен құтқара аламын. Алайда, бүгін халық алдындағы борышымды өтеймін. Карла, адамның білуге деген құштарлығын тұншықтыруға болмайды ғой. Мозес! Менің балам, мен оны көріп тұрған жоқпын. Менің балам қайда? Ол батыр бола алмаса да, оның өлімі адамзатқа пайда әкеле алды ғой. Сен ақыл есіңнен алып жатқансың ба? Қақпа сыртында қаншама адам өмірімен қоштасып жатыр. Білемісің? Эрен! Микаса! Сендер тірі қалуларың керек! Нысана алды да! Оны жойсақ, қабырға жайлы уайымдамасақ та болады. Титандар жайлы жасақпен де ештеңе біле алмады. Қолымыздан келмеді. Титан жақындауда. Адамзаттың күшіне куә болыңдар. Демек, бізден жиналған алым салық титандарға жем болу үшін кетіп жатыр де.